Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге мантаварка, кастрюль, табалардың өте оңай тазалау жолын көрсететін боламын. Ол үшін 1,65% кір сабынымызды үккіштің үлкен тор көзінен өткізіп аламыз. 2 дана канцелярлық клей және кальцинированный сода керек. Мен сіздерге бұл тазалау жолын қай ыдыстарға қолдануға болатынын көрсететін боламын. Яғни қандай покрытияларға бұл тазалау жолы көмектеседі, қайсысына көмектеспейтінін видеода нақты түсіндіріп көрсетемін. Енді менде бұл жерде 20 литрлік суға 1 дана кір сабынымды, 300 грамм кальцинированный содамды қостым және 2 дана канцелярлық клеймді қосып, барлық ыдыстарымды салып алдым. Ең бірінші салынған шарам ол нержавеющий стальдан кішкентай шара және мантаваркаларым алюминий. Суым аздау болып қалғаннан кейін мантаваркаларым табалары толық батпаған соң 5 литр су тағы қосымша құйып алдым. Менде бұл жерде қосылған суым кранның ыстық суы. 10 минуттан кейін мантаваркамның листларынан майлар ақырын кете бастады. Астына батып тұрған 2 листіні және кішкентай шараны бірінші алып қолданып жудым. Батпай тұрған 2 листіні 2 листі жуғанша батырып қайтадан салып қойдым. Нержавейкадан жасалған шарам бірден майы кетіп көңілімнен шықты. Ешқандай сетка, қазан қырғыш қолданған жоғым, тряпка губканың көмегімен ақ жалтырап шыға келді. Мантаварканың листісіне да ешқандай сетканы пайдаланған жоқпын. Қолдың көмегімен ақ өзі майлары езіліп кете бастады. Тряпканың көмегімен суды ағыза отырып, осылай жуып тазалап алдым. Мантаварканы күнделікті пайдаланып жүргенде қол жетпейтін жерлерге губканың, фейридің көмегі тимей жатады. Осылай майлары қалып қояды. Сол майлар 10 минуттың ішінде ешқандай қиындықсыз, сеткасыз, темірсіз бірден кетіп көңілімнен бұл да шықты. Сонымен мантаварканы толығымен көп болса 20 минуттың ішінде жуып тазалап алдым. Көңілімнен шықты. Барлығы астына қойылатын табасы да барлығы тамаша майынан ажырап кетті. Бәрі жалтырап. Осы экспериментті алюминий мантаваркаларда және нержавейка мантаваркаларда қолдануға кеңес беремін. Ешқандай сетка пайдаланбай осындай тап-таза етіп тазартып алуларыңызға болады. Келесі экспериментке Мечта фирмасының каменный сковородкасын салып жуып алдым. Ешқандай өзгеріс болмады. Сонымен каменный сковородкаларға бұл раствор көмектеспейді екен. Келесі менде Тапервардың стальдан жасалған осындай сковородкасы. Бұл да көңілімнен шықты. Небары 15 минут қана ұстадым. 15 минутта осылай жалтырап, іші сырты бәрі әппақ болып шықты. Келесі жуылған ыдысым ол 5 литрлік осындай кастрюлем салынды. Ол да көңілімнен шықты. Бірақ түбін қырғыштың көмегімен тазаланды. Толығымен кетті десем де болады. Іші да сырты да жалтырап шықты. Нержавейка, сталь, алюминийларға бұл эксперимент пайдалы әрі тиімді, тез майынан ажырайды екен. Келесі салынған тефлоновый покрытиесі бар Берковтың осындай табасы, ол да тиімсіз болып есептеледі екен. Бұны тазалау үшін пышақтың көмегіне жүгіндім. Пышақтың көмегімен ғана осындай түбін тазалап алдым. Бұл да тиімсіз екен. Сонымен бұл растворымен алюминий, нержавеющий стальдар өте жақсы кетеді. Тефлоновый покрытие, каменный покрытияларға бұл раствормен пайдаланып уақыттарыңызды кетірмеңіз деп кеңес берер едім. Тефлоновый покрытияда жан-жағында темірлері бар жерлеріндегі майлары оңай кетті, бірақ 1 сағат көлемінде ұстадым. Түбі жан-жағындағы майлары көптен жиналып қалғандықтан ешқандай пайдасы болмады. Шыныдан жасалған қақпақтарды да осы растворға 10 минутқа салып алсаңыздар, майынан тез ажырап, губканың көмегімен тез тазалап алуларыңызға болады. Сонымен бұл растворда сталь, нержавейка, чугун және алюминийларды оңай тазалап алуға болады екен.
ұсынылған видеом ұнаған болса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе кетулеріңізді сұраймын. Төменде комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді де қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.